Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бұл видеода кері байланыс жасауға арналған жаңа әдістерді көрсетемін. Трендтегі әдістерді үнемі біліп жүру үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Мұғалімге хат. Бұл әдісте оқушылар кері байланысты мұғалімге хат жазу арқылы береді. Оқушыларға парақшалар таратылып беріледі, ол жерге сұрақтарын жазып қойсаңыз да болады. Мұғалімге хат деп плакат жасап іліп қоясыз және кері байланысты жазып оқушылар осы плакатқа апарып салады. Смайлик әдісі. Бұл смайликтер арқылы кері байланыс берудің жаңаша түрі. Бұл жерде оқушы сабақ керемет, жақсы, онша емес деген пікірін көрсетіп, мұғалімге тапсырады. Келесі әдіс химия пәніне қолданылатын әдіс. Мынандай колбаның 3 түрлі түсін жасап қоямыз. Жасыл түсте бәрі түсінікті, сары түсте мен сабақты түсінбедім, қызыл түсте менің сұрағым бар деген кері байланыстарды қоямыз. Ал оқушылар түсіне сәйкес кішкентай колбаларды апарып, үлкен колбаларға салуы керек. Керуен әдісі. Бұл әдісте керуен және оларға ілінген қоржындар беріледі. Осы қоржындарға оқушылар оюларды апарып салады. Оюлардың түстері қызыл, жасыл, сары етіп бөлінеді. Сұрағым бар, бәрі түсінікті және түсінбедім кері байланысын береді. Сауыт әдісі. Бұл әдісте сауыттың суреті ілінеді. Онда бүгінгі сабақтан түйгенім деп жазып қоясыз және карточкалар салуға арналған орын белгілеп көрсетесіз. Оқушыларға мынадай карточкалар таратылып беріледі. Оқушылар осы карточкаларға бүгінгі сабақтан түйгенін жазып, сауытқа апарып салады. Торсық әдісі. Торсық әдісінде 3 түрлі түсті жасыл, қызыл, сары түсті торсықтың суреті ілінеді. Осы торсықтарға алып келіп салынатын 3 түрлі түстегі пиалалар оқушыларға таратылып беріледі. Жасыл түс бәрі түсінікті, қызыл түс сұрағым бар және сары түс түсініксіз болды кері байланысын береді. Түстерге сәйкесінше пиалаларды алып оқушылар торсыққа апарып салуы керек. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, сіздерден лайк және комментарий күтемін. Осындай ақпараттарды жоғалтып алмас үшін және үнемі қарап жүру үшін каналға тіркеліп алыңыз.